Aramızda canı жайсаң, жүрегі жомарт, ел аналары мен ағалары. Болашақта еліміздің өркендеуіне білімді жастар ғана биік асулардан аса алатын, ересек балалар мен аналарға жасаған қамқорлық елімізге еселеп қайтатыны анық. Ел тірегі ертеңіміздің кепілі болған жас ұрпақ қазіргі уақытта қамқорлық пен қолдауға мұқтаж болған, көңілдеріне шер, қабақтарынан мұң басқан, әр адамнан қайырымдылық, алақандарынан жылулық сезім күтетін Жусупова Раушанның ізгі ана атты жеке шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Ағайындар, орынтай ақын атам айтқандай, көнелерден өнеге керек екен, айтпаса сөз атасы өледі екен. Бір жас жігіт анасын арқасына салып ап Меккені көреді екен, және анасын түсірмей арқасынан аман-есен еліне келеді екен. Содан кейін анашым, мына менің қарызым өтелді ме деген екен. Сонда анасы былай деп сөз айтыпты: балам-ау, бір түнгі ұйқымды осылай өтеп тұрсың дейді көкем. Жырламасам жалған-ау ақындығым, өлеңменен өлейін ақылдығым. Көрінгеннің бойынан табылмайтын аналардың жазайын батырлығын. Ойыма өткен уақыт оралады, кім сірә аналардай бола алады. Ағайындар, Аллах тағалам Хауа анамыздан бастап әйел кісіні ана деп ұлық есім етіп қойған. Ана ерді күтуші, бала қамқоршысы, елдің көркем гүлі. Сонымен қатар Жусупова Раушанның бетіне суретті ұсынамыз. Экранға назар аударыңыз. Алланың сәлемі мен берекеті сіздерге болсын, сүйікті достар. Жусупова Раушанның концертіне қош келдіңіздер. Ізгі ана десе, ізгі ана Раушан қызымыздың үнін мен өнерін тамашалайды. Мен
Жүсіпова Раушан Орынтайқызы Арал ауданы Сексеу кентінде дүниеге келгенмін. Қазіргі уақытта Қызылорда облысы Амангелді ауылында үлкен қасиетті елдің қожа әулетінің келінімін, 5 баланың анасымын. 3-ші топ мүгедек ана болсам да, мен шаршамайтын, сондай қажымайтын, өте өжет әйелмін. Бойымда осы Алла тағаланың берген 8 қырлы бір сыры үлкен өнерлері бар. Сол өнерді бойымдағы Құранменен бірге ұштастырып, халыққа осылай көрсетіп, паш етіп жүрген осылай жайым бар. Елдің ортасында жүрсем, қошеметтесе, елін қолпаштаса, құрметтесе, осы бойымдағы өнерім одан самай ұштана береді деймін. Енді осы қазіргі уақытта 37 жасыма дейін аспандағы ай қарап келген жоқпын. Мені қаншама ұстаздар тәрбиеледі, мені ене ұстаз тәрбиеледі, мені ақын ұстаздар тәрбиеледі, Құраннан тәрбие берген үлкен ұстаздар тәрбиеледі. Сол өмірге деген дәстүрлі құндылықтармен тәрбиеледі. Елменен үлкендермен қалай қарым-қатынас жасау керек екенін, қалай сөйлеу мәнерлерін, болашақта қалай үлкен ана болатынымды осы кісілер үлкен кісілер ортаға салып, мені сондай құрметтеп, сондай шәкірттікке қабылдап, осылар мені тәрбиеледі. Сол тәрбиемен Құдайға шүкір, қазір сіздер бүгінгі осы менің болмысымды көруге осы ізгі ана атты жеке шығармашылығыма келесіздер, қазір концертімді тамашалайсыздар. Бүгінгі осы жеке концертіме келіп отырған үлкен құрметті көрерменге тек алғысымды білдіремін. Осындай ізгі аналар көп болсын, халқының қалаулысы болып ортамызда жүрсін. Бар байлығым хам, бақытымыз ана мен бала, нәбиле, аяла. Өйткені бақытымыздың баяндылығы ана және бала мен өлшенбек. Сахна төріне Жүсіпова Раушанды шақырамыз. Қазақтың қара домбырасымен ортаға шақырамыз. Ona
көк теңіздің көкжалы демеу біздің нарғали елде еңбек қылған жер оркестрде күйден думанды талай құрған жер ізбасар набат күлімжан нұрғали және теміржан шырқын әнге салған жер арал міне осындай өнермен дәулет аты қонған жер ұрпағының қалар еді өсірген жырмен тербеп балаң еді шығамын сеніміңде туған жерім шамам шой жұлдызым боп жанам енді домбыраның шегі болсай аралым күмбір қаққан шанақ еді аралым өмір болсай сағасынан ойлан тұр онда менде қалар еді ондай сұмдық болмасын деп шарқырып ен балаң еді аралдың ағиырау дүредей нұр туған мынау менің бабам дедің ойымнан туған жерім бір кеткен жоқ артуым алалықты кірлеткен жоқ аралдың табанынан су кеткенмен халқымды жүрегімнен жыр кеткен жоқ жыр кеткен жоқ жауапты аналар азаматтар бүгін ауылдарыңызға келіп қалдым ақ бөркіні киіп камзолды киіп сіздер үшін әдемі болып боянып сіздер үшін киініп осында термемді домбырамды арқалап келіп отырмын сіздерге көп қуанамын сіздерге көп рахмет тағы да келесі тыңдайтын термем өздеріңіз білесіздер ғой баршамызда ұстаз деген болады біреуінде кітап ұстаз біреуінде телевизор біреуінде живой ұстаз болса менің өзіме Тұрмағанбет бабамды ұстаз қылып сайлап алдым Тұрмағанбет бабамыздың осы негізінде тәлім деген термені астарында осы аналарды құрметтеп жазған осы тәлім термесін сіздер қарсы алыңыздар терме орындайды. Қайырбек Шағын деген азаматымыз шығарған бұл термені, бұл негізі қыздарға арналған терме. Осыны айтсам екен деп осы сахнаға 5 жыл болды жаттағаныма. Осы 5 жылда енді оның бір нәтиже шықпаса, оны неменесін жаттап жүрдім. Сондықтан да осы қыздарға арналады. Осы Қайырбек Шағын әйел менен арыстан дейді. Қарсы алыңыздар. Шапалақтарыңызды ұрмасаңдар ғой, мен айтайын тұрған айтып қояйын, ұмытып қалдым. Демек ұмытып қалсам,
Көздеріңнің түңілгек шарасы недеп тұрсың деп шошындау баласы сен әйелісің келер бәрі қолыңнан байқап көрдеміз бар бадау анасы сан ойладың болғанды қыз дешеді бұл үстіңде тапқандай боп еседі бұл орманға сіңіп кетті ау бір күні қойдың қолынан кезеді таза жерден көткені оның жолбары көлбеге тау емес екен қолдалы атым дегені ызалана күркіреп ет деген аулап қашып соңдары ертеңіне тозды тағы жолына тағым толдайды сақсиған толған бергенеден жеп жатқан тау жолбарес қарап тұрдау қозғалмастан орнынан үш күннен көргенде аңыны ашуымен қуаныштан қарғыны той етіне тойып алып әйелдің тізесіне басып қойып қалғыны ертелермен осы сәтті қастады әйел оның мұртын жылау бастады бір-екі тал қыл ерлігінің жемісін анасын алдын әкеп тастады риза болған анасы айтты ау ал міне айналына қалдырмайтын қалды не үйге барып жұбайымның тілін тап ол соншама жолбар сәттәріне үйге барып жұбайымның тілін тап ол соншама жолбар сәтті кәріне Ағайындар, бүгін жұма күні. Сондықтан Әсия Сарқұлова дұға деген әнді айтса, ду қол шапалақ бер. Ең шебер, ең дана, ең көркем бір алла, ең сұлу есімің естілсін дұғамда, ең соңғы
Қайырлы күн, кеш жарық достар. Бүгін жұма күні болғаннан кейін осы әнді айтуды тура көрдім. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз өзім жақында аудардым өзбек тілінен өмір айт деген. Қазіргі таңда өмір оңай емес. Өзім мешітте ұстазбын, 30 жыл болды қызмет қылып келе жатқаныма, сондықтан да алдыма қаншама жандар келді. Сондықтан да осы әнді өзбекшеден қазақшаға аударуды жөн көрдім. Өйткені бұл әннің мағынасы өте жақсы деп ойлаймын. Бұл жаңа әнді қабыл алыңыздар. Өмір айт. Қыссыз өмір толжытып тоналғандай, біз жанбаймыз лапылдап солар жанбай. Қыз дегенің тазалыққа, мейіріміңді қандырма ол қандай. Қандай жақсы шарман шат көктен, өмірден сыбағаңды ап кеткенің. Қыз деген махаббатқа басың демей, басыңнан бақ тепкенің. Қыз дегенің өмірдің сән арманы, әсемдіктің айнасы жанарлары. Қыз дегенің өріс қой ұрпақ өсер, жоқ болса өріс ұлттың жоғалғаны. Сахна төріне Жүсупова Раушан орындайтын әні бөссе әдемі бейші қыздарымызбен бірге. Ду қол шапалақ!
Кешіріңіздер. Микрофонына басатын жері ашық. Жан дауыспен айтайын деп жатырмын. Кетіп жатқан жер болса кешірім сұраймын сіздерден. Арал, Қазалы, Қармақшы, тағы мынау киелі ауылдар бар.
Біз термеменен өте сусындаған халықпыз. Бізге не керек? Жиенбайдікі керек па, Тұрмағамбеттікі керек па, Нұртоғандікі керек па? Сіздер былай тойған бұл апаларымыз деп, сондықтан осындай әдемі шығыстың әнін алып келгендегі түрім ғой. Енді келесі тыңдайтын әндеріміз араба деген. Ол да түріктің өздерің білесіздер ғой, айтады ғой, қазақ айтады. 7 тілі тілім біл, 7 тілі білім біл дейді. Өзге тілдің бәрін сүй, өз тіліңді құрметте дейді. Біз түрікпенен дос болғанымыз, түрікпен махаббат құрғанымыз, бірімізге қошемет білдіріп жатырмыз. Сондықтан осы түріктің тілінен жазылған өлеңді алып келмесем болмауы деді. Сондықтан да араба деген бар, қазақшасы дөңгелегі бар зат дейді. Ол машина болады, ол арба болады, ол есек арба, ол ат та болуы мүмкін. Біз ол заттың барлығын өзіміздің игілігімізге пайдаланатын заттар. Осыны түріктің еліндегі азамат әнші Мұстафа Сандалдың орындауында болған әндер. Қазір тыңдасаңыздар естеріңізге түсіріп қаласыздар. Араба ән сіздерге орындап берейін, шапалақтарыңыз. Güzel, güzel, çok
келесі Маралым деген ән, осы Маралым деген әнді осында жерде 75, 79, 72-лердің заманында өте махаббат жігіттерімізбен керемет осыған биледі жастар. Жақсы ән. Бұның қазіргі өлеңдерге қарағанда бұл әндердің пәтуасы бар. Осы әнді алып келдім, Маралым дегенді. Қарсы алдыңызда. Мына жерге шығып билеңіздер шақырды. Біртүрлі отыр. Мына жерге мені жақсы көргенде білдіріп шамалы билеп қойыңыздар, иә? Маралым әнін қарсы алыңыздар. Раушан тәтеміздің дауысы қандай керемет, ұмыт қалса да қандай пәк жүрген керемет, иә? Ал олай болатын болса, сахна төріне тағы да Әсия Сарқылова орындайтын әні «Бақытты әйел». Қарсы алыңыздар.
Шынында да әйелдер ер кісіні бақытты қылу үшін жаратылған екен, иә? Әйелдер бақытты болу үшін өмірге келген екен. Неге дейсіздер ғой? Сондықтан да Құранда әрдайым аналарыңды жақсы көріңдер, әйелдеріңді құрметтеңдер дейді. Келесі ән аналарға арналады. Өйткені аналарымыз бақытты болса, отбасының бәрі бақытты. Солай емес па? Ана әнін қабылдаңыздар. бақытты болсын арнайым. Аналар, Аллах разы болсын сіздерге, бізді өмірге келтіргендеріңізге. Аллах разы болсын. Айгерім Әлішбаева орындайтын әні жас жағында.
қазақтың қара домбырасымен. Hoş geldik. Bugün taqырыпқа байланысты ізгі аналар деген бесікті тербетіп, бізге сүт берген, біз жылағанда жан жүрегін аямай Құдайға жалбардым, барлығы өзім өлсем өле қалайын, осы сәби балам өлмесін деп, ана жүрегі дейді осы тақырыпқа байланысты. Бүгін Аруана деген ән алып келіп отырмын, таныңдар. Өз балаңнан артық бала барманың. Мәз боласың, жарай қалса шаруам-ау. Теңізді де кешіп өтіп жетпеймей, жан болтасың сағынғанда аруанай. Аруанасың тек балаңа жаннана. Сенсіз менің бақ жұлдызым жанам-ау. Сенің ғана жанарыңда тұратын мейіріміңді қайдан ғана оғайын. Асыл ана сенен қуат аламын. Сенсіз менің атар таңым арайлым. Сенің ғана жанарыңдай тұратын мейіріміңді қайдан ғана оғайын. Kimse tamamlayan yerimiz Apo. Akşaştı gördüm apau samayından, bayğadım tereң ajып mаңдайыңнан. Жәутеңдеп жас балаша жәутаңдайсың, сезілді-ау шаршағаның апау жанарыңнан. Жәутеңдеп жас балаша жәутаңдайсың, сезілді-ау шаршағаның апау жанарыңнан. Бар мекен мейірімді адам бір өзіңдей, ыстық-ау алақаның тілімденген. Анашым әлі күнігей көз алдымдай, бейнетің біздер үшін апау өзің көрген. Анашым әлі күнге көз алдымдай, бейнетің біздер үшін апау өзің көрген. Бар мекен мейірімді адам бір өзіңдей, ыстық-ау алақаның тілімденген. Анашым әлі күнге көз алдымдай, бейнетің біздер үшін апау өзің көрген. Бейнетің біздер үшін апау өзің көрген. Биыл Мұхаммед Мақатаевтың мерейтойы ағайындар. Барлығы Тұрмағамбет атамыздың, Нұртуған атамыздың
ана атамның мына атамның өлеңдерін айтып жатырмын. Енді осы жылда келіп тұрған Мұқағали Мақатаевтың әнін неге айтпасқа? Бүгін сәті келіп тұр. Осы мынау үйде 90-дағы атам бар, апалар. Ақыры өзіңіз алып қайда берейінші. Сол атама мен қызмет еткенде негізі айтпауым керек қой. Мен өзімнің бір қылығымды айтайын деп тұрмын. Ана 18 жаста келін болып түскенде мен басқа қыз едім, атам басқа еді ол кезде. Қазір енді 90-ға келгенде көзі көрмейді, далаға шығарамын жетектеп. Сол кезде атамның қиналған қатты жылағымды бітеді, жаным ауырып кетеді. Мені қатты құшақтап алған кезде ол күледі, мен жылаймын. Сол кезде мен былай деймін ғой, Құдайым-ай, бұдан сәби болып жүре бергенім жақсы еді деп. Ана мына қиналыста мен оған қызметімді аяп жатқан жоқпын, қызметін емес. Ол мен сияқты күлсе, жүрсе, көзімен келсе, дәретін сындырсын, дәретін алса, ойбай бір Құран оқып, намаз оқиды, шіркін сол нәрсеге жетсе ғой деп, жаным қатты азаптап, көзім ол көрмейді, мен жылай беремін. Сен күліп жатсың ба? Бірдеңе қылып жатсың ғой дейді. Мен жылап тұрғанымды қайда білемін? Сосын ой, қолым, мынау не су ғой, мынау қолым су дейді. Мен көзім жасаудан байқамадым. Ой, ата күлгенмін ғой сен, ай әртіссің, сен әртіссің ғой дейді. Сол кезде мен айтамын да, мен сәби болып жүре бергенім жақсы еді. Мына қиналыстан атай деп, ата мен жылағым деп тұрсың, қаттыңызға деп егем. Жоқ қызым, қарт бар үйдің қазынасы бар. Сенде байлықтың бәрі сенде дейді апалар. Мынау Мұқағали Мақатаевтың сәби болғым келеді деген әні бар, соны айтайыншы. Құста болғым келмейді жылып, құста болғым келмейді жылып жылу бар сөнгендей жылыныңдар. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәби жоғананың құшағында. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәби жоғананың құшағында. Отта болғым келмейді, жылу бар сөнгендей жылыныңдар. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәби жоғананың құшағында. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәби жоғананың құшағында. Сәби жоғананың құшағында. Осындай концертті қойып жатқанда ауылда бір үлкен ағамыз осындай қазақтың дәстүрін дәріптеген, сол кісіге айтып жатқанда бір өлең айтамын, өлең айтқанда арасында апаларыма, ағаларыма бірдеңе деп сөйлеуім керек қой, соны дұрыстап сөйлеуім керек, ұятты болып қалмау керек, бір кішкене кеңес беріңізші, мынадай бір сөз құрастырайын десем, жаңа ағам айтады, құда деп айт дейді, құда деп. Құда деген не деген десем, ай сен тыныш отырсайшы, аяғына дейін аяқтайын да. Ай құданың оған не қатысы бар? Ол құда, менің концертімнің аты Ізгана, сен Раушани деген қызсың. Сен өзің ақыл сұрап келіп тұрсың. Мен саған кеңес берейін деп жатырмын. Сен до конца тыңда, шошаңдай бермейін. Тыңдасаң не айтайын тұрғанмын дедім. Содан ал құда деп айтты. Құда дегеннің балама сөзі бар екен деп айтады. Ол құда деген сөзі былай. Ол мен қызды дайындаған анам деп айтты. Жақсы екен дедім. Ай, бұның сыңары жоқ па дедім. Бар сыңары дедім. Құдағи деген бар. Бұл екеуі егіз сөз. Құдағи деген сөз деп айтады. Оның баламасы былай. Мен қызды дайындайтын анамның институты деді. Дедім. Әйелдің артында еркек тұр, еркектің алдында әйел тұр. Әйелдің артында еркек, еркектің алдында әйел. Керемет қандай, сөйтіп айтамын. Құданың баламасы, ол мен қызды дайындайтын анам, құдағиды дайындайтын, ол мен қызды дайындайтын анамның институты дейді. Сонда біз әкеменен күйеуіміздің арқасында біз өйстіп өлең айтып сайраңдап жүрміз.
сол әкелердің арқасында мінекей бәріміз жүрміз. Сондықтан да Аллаға мың да бір шүкір деп осы соңғы концертімізді тәмамдап әке деген әнді сіздерге қарсы алыңыздар. Ол әнді де сіздер тыңдап жүрсіздер. Енді бір домбыраменен де орындап берейін ағайындар. Шапалақтарыңыз. Алладан кейінгі шеберім, жанға жан жүрегім, самғасам күш туат деп едім, сүрінсем тірегім. Алладан кейінгі шеберім, жанға жан жүрегім, самғасам күш туат деп едім, сүрінсем тірегім. Әрқашандай биік көретін мен басқадан, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киімнің шыңына арнадым алғыс тағзым, ешетке бежет албас құныңа ең мықты ұстазым. Аңсайды әр әке ұлына, елде жоқ бақ қонғанын, жан әке мен үшін сіздей-ақ болғаным. Әрқашандай биік көретін мен басқадан, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Ең жақсы адам. Бала өмірдің гүлі, біздің болашағымыз деген ұстанымда алға қойған біздің қоғамның жанашыр адамдары көптеген игілік істер атқаруда. Аяулы алақанда әлпештеп жүрген жылу менен әр балаға сенім мен адалдық нұрын аялата білген бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы Шілдебаев Әсет. Ардақты ағайын, қадірменді бүгінгі әнсүйер қауым, бүгін ауданымызға қасиетті жұма күнінде бізге ана деген кереметтей тақырыппен, адамның жүрегін елжірететіндей керемет әндермен келіп жатқан Раушан қарындасымызға, қасында мінекей өнерпаздарымызға, сіздердің аттарыңыздан, осында жүрген бүкіл ұжымның атынан алғысымызды білдіреміз. Енді шамалы көрермен болмай қалғаны болмаса, мынанша кереметтей жақсы ән кеші болды. Мына жердегі апамдар тапжылмастан тыңдап отыр. Сондықтан мінекей өнерлеріңіз өрге жүзе берсін, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Тақырыбымыздың өзі кереметтей адамға жүрегіне әсер етеді. Бағанадан бері айтылып жатқан әндер, термелер, өзіміздің салттың, дәстүрдің, ата-ананы сыйлаудың, әкенің, ананың қадірі туралы айтылып жатсыздар. Осының бәрі тыңдай білген адамға жалпы болашақ ұрпаққа үлкен тәрбие, тәлім. Сондықтан алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Жаңа бата берді істеп жатсыз ғой. Мен бата бердім дейді үлкен бір жаста емес, мына жерде апайлар отыр екен. Сондықтан келіп апа бата беріңіздер. Келіңіз апа, келіңіз.
Ана тәтелерің алдына тұрда. Сен мына әдемі тәтелерің алдына тұр. Жаңағы келсін. Заманы құдағай келді. Мен қызық. Ай, Зина. Мен түсіріп жатырмын. Кел, түсіреді ғой әлі. Ойбай, қандай тамаша. Ана әдемі қыздар қастады. Мынау нағыз арналады құдағай. Арал теңізінің адамымыз біз. Сөз салайық. Мынағанда сөз жоқ. Кел. Ойбай, қандай қуаныш. Мұның өзі бір бақыт айналайын. Әзиз қала, қандай әндер қандай тамаша. Bir, iki. Біздей батаң береді. Апаң береді. Апаң деген аударып Атаңызды берсеңіз. Я Құдайым оңласын, еш жамандық болмасын. Біздерге деген бәледен ғайып берген кіргізден қорғасын. Берсін Алла алмасын, көңілдеріне балаларын уайым салмасын. Мына істеп жүрген осы игі істеріңе Алланың нұры жауып, ақ жол болсын әр уақытта. Ойда-қырда барлықтарыңызда аман болыңыздар. Мынандай алмағайып заманда басымызды қосып, үлкен қуанышқа бөліп жатсыздар. Құтты болсын деймін. Тойларыңыз той боласын, бақытты болыңыздар. Өмір деген тәтті деген әрқашанда қуанышпен мұңменен қаршалаңда. Мен өмірді сүйемін пәк жүрекпен, күресуге үйренем шаршасамда. Бала жүрек риза жаратқанға, жарқыраймын әр күні таң атқанда. Қиындыққа мойымай қарсы тұрып, мен өмірді сүйемін әрқашанда. Ертеңге талпыныс, болашаққа бағдар игі іске ұмтылыс, адамзатқа тән құбылыс. Ендеше көп болып асыл арманның қол соғған, жусыл бұғараушан сүйеніш болып қолымыздан келген көмегімізді аямайық. Бала сенімнің нық болуына қадам жасайық. Шерменде болған жүрек